Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен дарадавойды үйренетін боламыз. Яғни декреттік төлем әлеуметтік аударымдармен есептелінетін болады. Және де декреттік төлемдер соңғы 12 айдың жалақысымен ғана есептелінеді. Бірінші неше ай әлеуметтік аударымдар болды? 6 ай болса 6 ай деп, 7 ай болса 7 ай деп. Немесе 12 ай төленген болса сол бойынша есептейміз. Егер бір жыл, яғни 12 айдан асырып төлеген болса да, тек сол 12 айды ғана есептейміз. Білесіздер, я, 2023 жылдың июль айынан бастап бізде декреттік төлем максимально 544.444 теңгеге көтерілді. Сіздерге түсінікті болу үшін формула бойынша есептеп көрсетейін, калькуляторға салып көреміз. Осы 544.444 теңге бойынша есептесек, осы 544.444 теңгені 12 айға көбейтеміз. 12 айға көбейткендегі сума шыққаннан кейін оны қайтадан 12 айға бөлеміз. 544.444 теңге шықты, осыны көбейтеміз 4-2 коэффициентке. Осыдан шыққан суманың 10%-ін бізде пенсионкамызға ұсталады. Сол кезде бізде таза қолға алатынымыз 2.057.998 теңге болады екен. Тағы да сіздерге түсіндіріп кететін жайт, егер сіздерде 12 ай емес 7 ай көрсеткішпен төлеген болсаңыздар төлемдеріңізді, мысалға 3 айын 420.000 теңгемен, 4 айын 544.000 теңгемен төлеп келген болсаңыздар, мысалға сол жайлы сіздерге калькуляторға салып көрсетіп түсіндіріп берейін. Егер 3 ай 420.000 теңге айлықпен көрсеткен болсаңыз, 420.000-ды көбейтеміз 3-ке. 1.260.000. Енді бізде 4 ай 544.444 теңгемен төленген, оны көбейтеміз 4-ке. Осы жаңа 3 айдікімен бірге қосамыз, 2.177.000-ға 1.260.000-ды. Осы екеуінің қосылғаннан шыққан сумманы бөлеміз 12 айға. Енді бұдан көбейтеміз 4-2 коэффициентке. 286.000-ды көбейткен 4-2 коэффициентке көбейтеміз. Бізде 1.203.221 теңге болса, оның 10%-ін пенсионкаға ұстағанда, бізге таза қолға алатынымыз 1.082.899 теңге болады екен. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға сұрақтарыңызды қалдырып кетсеңіздер болады. Есептеуге көмектесемін. Назар қойып қарағандарыңызға рахмет.